Bir күні пароммен өзеннен өтіп бара жатып, Мартин Иден есімді 20 жасар теңізші бұзақылардың бір жігітке тиіскенін көреді. Араша түсіп, жігітті құтқарып қалады. Есімі Артур Морзе екен. Бақуатты отбасында өскен. Құтқарғаны үшін Мартинге алғыс айтып, үйіне қонаққа шақырады. Екеуі Артурдың үйіне келеді. Хан сарайындай үйдегі әдемі жиһаздар, қымбат картиналар, қалың кітаптар, роял Мартинге қатты әсер етеді. Бұрын соңды мұндай мәдениетті көрмеген еді. Тәрбиелі мінез құлық, сыпайы тіл қатысу, мәдениетті дастархан, бәрі Мартин үшін таңсық болды. Бейне бір жұмаққа енгендей әсер алды. Артурдың Руф есімді қарындасы Мартиннің жүрегін жаулайды. Қыз тазалықтың, нәзіктіктің, ақылдың айнасындай көрінді. Іштей қызға лайықты болуды армандады. Мартин жездесінің үйінде аптасына $5 беріп жалға тұратын. Кемеде боцман болып жұмыс істейді. Онда да тұрақты емес. Бір реттік сапарға шығып, біраз қаражат тауып қайтады. Ақшасы біткенше қалада қыдырып, сыра ашып жүреді. Руфпен танысқалы жүрегінде шоқ жанды. Түнімен ұйықтай алмай, түрлі ойға батты. Қыздың қалайда жүрегін жаулаудың жолын іздеді. Әрі дөңбекшіп, бері дөңбекшіп, бір ойға тоқтады. Ертең ұйқыдан тұра сала, кітапханаға барам. Мәдениетті ортада өзімді қалай ұстауды үйренем. Бұрынғы жаман әдетімді тастаймын, деп алдына мақсат қойды. Ертесіне Окленд кітапханасына барды. Адам адасатын ғимараттың үлкен кітап сөрелерін аралап жүрді. Бірақ неден бастарын білмей бас қатты. Философия кітаптары тұрған сөрелерді көрді. Бұрын философияны естігені болмаса, бірде-бір кітабын оқымаған екен. Осынша кітап жазып тастаған ба, деп таң қалды. Одан әрі математика бөлімін көрді. Тригонометрия деген жазуды көзі түскенде танысын көргендей қуанды. Артурдың үйінде қонақта болғанда тригонометрияға тілі келмей күлкіге қалған. Сол кезде бірінші рет естіген еді. Осыларды оқып алып, Артурлармен математика жайында әңгіме құрсам қайтеді, деген ой жылт ете қалды. Ақтарып көріп еді, түрлі графикалар мен сандардан миы айналып қалды. Бірде-бір терминді ұқпады. Артурлармен теңесем деген үміті қалай тез жанса, солай тез сөнді. Математика сөрелерінен де амалсыз өте берді. Мұнша кітапты миым көтермейтін шығар, деген үрей биледі кеудесін. Бір кезде осыны адам жазса, адам түсінуі керек қой. Олар да мен сияқты адам. Ендеше бұларды игеріп шығамын, деп іштей серт берді. Бір кезде Боудичтің «Теңізде жүзудің қыр-сыры» деген кітапқа көзі түсті. Ол да өзіне таныс тақырып. Бірден капитан болуды қиялдады. Капитанға ғашық болмайтын қыз бар ма? Руф капитанға сөзсіз тұрмысқа шығар еді, деді тәтті қиял. Бірақ көзін әрі сүзіп еді, 10 мыңдаған кірпіштей кітаптарды көрді. Бәрі де теңізде жүзуге арналған. Капитан болу үшін бәрін оқу керек сияқты. Амал жоқ, райынан тез қайтты. Оның үстіне капитан мен сақтандыру компаниялары, кеме қожайыны, тағы басқа да конкуренттер арасындағы түрлі дау-жанжалдарды да көріп жүр. Олар шындаса капитанды құртып жіберуі мүмкін. Әрі балық сасыған кеменің ішіне нәзік Руфты қалай кіргізбек? Капитандар әйелдерін бірге алып жүрмейді. Онан да оқитын басқа кітап іздейін, деді. Осылайша әр нәрсеге бас қатырып жүрді. Бір кезде этикет, сөз мәнері туралы кітаптарды оқымақ болды. Өткенде Руфтың үйінде айтатын әңгіме таппай қатты қысылған. Қыздың көзі жұдырығына түскенде, саусақтарым нәзік болғанымен бұлшық етім мықты. Жұдырық сілтегенде кез келгенде шалқасынан түсірем, деп мақтанып, артынша неге айттым деп қысылғаны да бар. Дереу этикет жайлы кітаптарды ақтарды. Руф оған қоштасарда «Келіп тұрыңыз, үй осы» деген. «Келіп тұрыңыз» дегенде араға қанша күн салып бару керек, деп мезгілін кітаптан іздеді. Бірақ таба алмады. Башпайдан бастап шашқа дейін сылап сипауды үйрететін стильдер тез жалықтырды. Әрі этикет жайлы кітапты тым көп екен. Тіпті визитка беру мен алуды үйрену үшін бірнеше кітап оқуға тура келеді. Этикетпен жүріп тұруды мінсіз үйрену үшін бар ғұмырым кететін сияқты, деп ойлады. Сөрелердің бәрін аралап, ақырында басы қатты. Кітапханадан шығып кешке Руфтың үйін торуылдады. Терезеден оның сұлбасын көргенінің өзі бұл үшін бақыт еді. Тағы да онымен тілдескісі келді, бірақ бара алмады.
Мартин махаббаттың сиқырына арбалғаны сонша театрға баратынды шығарды. Екінші қабатта отырып Руфтың шашын көргенінің өзі оған шабыт сыйлады. Бірнеше күн қатарынан Руфтың ағасы Артурдың да ізінен аңдыды. Тағы да бұзақылар тиіссе өткендегідей қорғасам, деп дәмеленді. Өкінішке орай Артурға тиісетін бұзық та табылмады. Осылай ғашықтық дерті Иденді іштей кеміре берді. Екінші жағынан өзін дамытамын деген ойды да естен шығармады. Руф сыйлаған кітаптарды түгел оқып шықты. Кітапханаға өзін қамады. Бір аптада қарабасы қазандай болды. Саясат, экономика, философиялық кітаптарды шетінен оқи берді. Кешке үйге алып кететін, бірақ қиналғаны терминдер еді. Не оқыса да терминге сүрініп, көз ашпады. Кейде кітапты қабырғаға бір ұрып балағаттап алады. Кейде сөздікке қарап дәптерге түртіп жазады. Ең ұнағаны поэзия болды. Тілі де түсінікті, әрі шағын, жалықтырмайды. Бір күні Руфтың үйіне барды. Оған: "Мен қарапайым теңізшімін. Ортамның бәрі оқымаған, өзім сияқты теңізші. Шарап, шылым, боқтық сөз. Қазір бәрін қойғым келеді. Сіздер сияқты кең сарайда тұрғым келеді. Білімді болып, мәдениетті сөйлеуді үйренсем деймін. Өткенде үйіңізден шыққан соң кітапханаға бардым. Бірақ неден бастарымды білмей басым қатты", деді. Мартиннің тіл байлығы аз еді. Екі сөзінің бірі былапыт сөздер қосып сөйлейтін. Қыз оған дұрыс сөйлеу үшін бірінші мынаны оқыңыз, деп грамматика оқулығын берді. Енді Мартин әр кеште грамматика оқып, әдеп сақтау ережелерін жаттаумен күндерін өткізе берді. Бұдан бұлай көңілі ұнатқан кітаптарды ғана оқитын болды. 20 күннің ішінде Руфпен бірнеше рет кездесті. Руф оған әдемі сөйлеуді үйретіп, арифметикадан сабақ берді. Руфқа Иденнің ер мінезі мен оқуға деген ынтасы ұнайтын. Бірақ Мартин бұлай ұзақ кітап оқып, өзін дамытуға мүмкіндігі болмады. Азын-аулақ жиған ақшасы таусылуға айналды. Қайтадан кемеге жалданып, 8 айға теңізге кетті. Теңізде жүріп те грамматикасын дамытып кітап оқыды. Бірде Руфқа мұхиттың сұлулығын суреттеп хат жазбақшы болды. Сол кезде бір ой келді. Неге жалғыз Руфқа, жұртқа арнап жазсам қайтеді, деп ойлады. Теңізден оралған соң қазына іздеушілер деген хикая жазып, Сан-Франциско деген журналға жібереді. Шабыттанып кетіп, екі баланың бастан кешкен оқиғасын да жазып шықты. Оны Боз баланың серігі деген балаларға арналған журналға жіберді. Бірақ Руф Мартиннің жазушылыққа бет бұрған қадамын қолдамады. Оған әлі де оқып, орта мектепке түсуге кеңес берді. Бірақ Иден ағылшын тілінен басқа емтихандардың бәрінен құлады. Ол енді шындап оқуға кірісті. Өзіне жоспарсызды. Күніне тек 5 сағат ұйықтайтын болды. Түрлі әңгімелер жазды. Өлеңдер шығарып, редакцияларға жіберді. Әр журналдың жаңа саны шыққан сайын сатып алып, жазбасын іздейтін. Бірде-бір әңгімесі басылмай қайта оралатын. Сонда да ұнжырғасы түспеді. Мүмкін қолмен жазған жазбаны қабылдамайтын шығар, деп ойлады. Ас ауқат пен жүріс тұрысына жұмсалатын ақшадан үнемдеп, жазу машинасын жалға алды. Енді сонымен жазды. Бірде Руфпен бірге лекцияға барған. Ол жерде бірінші рет философия, әлеуметтану жайлы лекция тыңдады. Бұл Иденнің қызығушылығын оятты. Ертесіне Герберт Спенсердің еңбектерін алып, түгел оқып шықты. Спенсердің ойлары оның тығынын ашып жібергендей болды. Саябаққа жиналған жұртпен философия, әлеуметтану жайлы ой таластыратын болды. Оның ой пікірін тыңдаған туыстары мен достары есінен ауысты, деп ойлайтын. Мартин философиялық кітаптар оқыған сайын ойлау қабілеті ширай түсті. Әлемнің сырын біліп қойғандай сезімде болды. Бұрынғы жазғандарын қайта оқып, сынай бастады. Расымен де шығармасында түк философия жоқ, тәжірибе жоқ, ойы таяз, мағына мүлде жетіспеген екен. Руф бұл кезде университет бітіріп жатқан. Оның да Мартинге деген сезім гүлі бүр жарып, оны жиі ойлайтын болды. Тіпті шешесіне де сезімін айтып үлгерген. Бір күні күз айында екеуі табиғатта серуендеп жүргенде, Мартин оны тосыннан құшақтап алды. Руф та қарсылық көрсетпеді. Сол жерде бір-біріне деген сезімдерін білдірді. Руфтың әке-шешесі қызының Мартинге ғашық екенін байқады. Қарсы болмады. Уақыт өте келе теңізшіні тастап кететін шығар, деп үміттенді. Бір күні кешке Руф пен Мартин қыдырып жүріп, жолда бір қызды кездестірді. Бұл Мартиннің ескі танысы Лизи еді. Мартин онымен жай ғана амандасып өте шықты. Сәл ұзаған соң Руф:
Неткен әдемі қыз, көздері қандай сұлу, әдемілеп киіндірсе нағыз арудың өзі болады екен, деді. Иден күліп, қайдам, ол қыз алдымен мәдениет сөйлеуді үйреніп алсын, деді кекесінмен. Бұл кезде Мартин бұрынғы ортасынан алшақтай бастаған ескі достарына сынай қарап, элита өкілдерімен араласып, өзін солардың өкіліне айнала бастағандай сезінген. Әйтпесе Лиззи бір кездегі ғашығы еді. Мартиннің ақшасы таусыла бастады, ал редакцияға жіберген жазбаларынан қайран жоқ. Ол қайтадан теңізге шығып уақыт жоғалтқысы келмеді, әрі кітапханаға баруға мүмкіндігі болмас еді. Бір қонақ үйге кір жуушы болып жұмысқа тұрып, онда Джо есімді жұмысшымен танысты. Бірақ жұмысы ойлағандай болмады. Кітап оқуға, ойлануға, шығарма жазуға мұршасы келмеді. Руфты да ойлап көңіл бөлуге де уақыт таппады. Жұмыстан қажыған сонша, шаршағанын басу үшін арақ ішетін бұрынғы әдетін қайта тапты. Осылай 1-2 ай уақыт өткізді. Бір күні, бұлай жүре берсем малға айналып кетуім ғажап емес, тезірек өзімді қолға алуым керек, деді. Сол сәттен бастап өзін қайтадан қолға алды. Жұмыстан шығып кетті. Жездесінің үйінен кетіп, солтүстік Оклендтен шағын бөлмені жалға алды. Қайтадан қызу жұмысқа кірісті. Қанша шығарма жіберсе де редакция бұған үн қатпады. Сонда да күш-жігерін прозаға арнап, жазуын тоқтатпады. Қарызға да белшеден батты. 2 күннің бірінде аш-құрсақ жүретін болды. Қолындағы мүлкін, киімдерін сатты. Жазу машинасы ғана қалды. Бір күні аштықтан көзі қарауытып әлсіреп жүргенде поштасына хат келді. Трансконтинентал айлағы деген журнал жіберіпті. Жүрегі жарылуға шақ қалды. Өткенде осы журналға қоңырау күмбірі деген 5000 сөзден құралған материал жіберген. Есебінше журнал әр сөзге 5 центтен төлеуі тиіс. 1000 сөзге $20, ал 5000 сөзге $100. Конвертті ашып жатып $100 қайда жаратарын есептей бастады. Костюм шалбар, велосипед, жалға алған бөлмесінің ақшасы, қасапшыға дей беріп еді, көңілі су сепкендей басылды да қалды. Конверттен ешқандай чек шықпады. Бір жапырақ қағаз ғана бар екен. Редактор қоңырау күмбірі әңгімесіне бар болғаны $5 төлеймін, депті. Мартин түңіліп кетті. Жазушылар көп ақша табады, тез байиды, деген сөзі өтірік болғаны ғой. Мүмкін бәрін қою керек шығар, деп ойлады. Ертесіне ауырып тұра алмай жатты. Бөлмесінен шықпаған соң көрші үйдегі Мария келіп хал сұрады. Ол португалдық Силваның әйелі еді. Мартиннің пәтерлес көршісі. Бала шағасымен бір бөлмені жалға алатын. Мартиннің ауырып қалғанын көріп оған ыстық тамақ, сүт беріп қамқорлық көрсетті. Оған тағы да поштаға хат келгенін айтты. Мартин көңілсіз ғана оқып беруін өтінді. Мария шетінен баяндады. Алғашқы бірнеше хат қарыз берушілерден келіпті. Хаттың мазмұны қарызыңды төле деген қоқан-лоққыға толып тұр. Мартин мән бермей жата берді. Бір кезде Марияның келіссеңіз $40 төлейміз деген сөзін құлағы шалып қалды. Бұл қай журнал деп атып тұрды. Иірім деген қорқынышты әңгімесіне Ақ тышқан журналы $40 ұсыныпты. Тек шығарманың 1/3 қысқартуға рұқсат сұрапты. Мартин қуана келісті. Пошта хаттарының ішінде Руфтың да хаты бар екен. Онда көрінбей кеттіңіз, қайдасыз, деп сұрапты. Мартин оған жағдайының бәрін баяндап жазды. Тіпті пиджагын да кепілге беріп кеткенін жасырмады. Осыдан соң Мартинге тағы бірнеше журналдан чектер келіп түсті. Сақал мұртын алып, тазартып, қарыздарын өтеді. Жағдайы сәл дұрысталғандай болды. Жаңа пиджак сатып алып, кешке Руфтың үйіне қонаққа барды. Онда бұған дейін армандаған біраз интеллигенция өкілдерімен кездесті. Қонақтардың ішінде профессор Колдуэлл де бар екен. Ол профессормен ұзақ пікірлесті. Өмір жайлы ойларын ортаға салды. Бұл кеште оған профессорден басқа ешкімнің әңгімесі ұнамады. Олар шикөкпе бозбаланың танымынан аса алмағандай көрінді. Бос күлкі, бос әңгіме тез жалықтырды. Профессормен тең дәрежеде сұхбаттасқанына риза болды. Мартин елге енді танылып жатқандықтан оның шығармалары сәтті бағаланбайтын. Бірде қомақты гонорар алады. Ал кейде 1-2 апта бойы еш нәрсе түспей қолжазбалары қайта оралып жатады. Сондай кезде қайтадан тар кепешін киіп баяғы кедей күніне қайта оралатын. Руф Мартиннің жазушы болғанын қаламады. Мартин әкемнің қарамағында конторада жұмыс істесе деген тілек болды. Солай істесе тұрақты табыс пайда болып, ол оған тұрмысқа шығар еді.
Ал Мартин алған бетінен қайтпады. Не болса да жазушы атанып, элитаның қатарынан орын алуды аңсайтын. Бірақ Мартин елдің қаймағы саналатын элитамен араласқан сайын олардан түңіле түсті. Профессор Колдуэллден басқа бірде-бір ақылды, оқыған адам таппады. Бәрі өңшең надан, көрсоқыр сияқты. Бұрын елдің қаймағы, сөз ұстар бекзадасы санап, солардай болуды армандаған еді. Енді қараса ол ойы мүлде қате шығыпты. Ақ жаға, тап-таза киім киген университет бітірген адамның бәрі білімді емес екен. Өзінен өресі асқан біреуін таппады. Руфтың үйі де бұрынғыдай әсем көрінбеді. Роял, оның үстіндегі ноталар, қабырғадағы картиналар, бәрі алдамшы сияқты. Кір жуушы Джо досының танымы қандай болса, олардікі де сол шамалас сынды. Айырмашылығы киім киісі мен әсем үйде екен. Мартиннің профессор сияқты Артурдың үйінде танысқан тағы бір адамы Бриссенден еді. Ол да прозаны, поэзияны сүйетін. Екеуінің ойы, сөзі үндесе кетіп, дос боп алды. Жиі кездесіп, пікірлесіп тұрды. Бриссенден Мартиннің ақшадан тарығып жүргенін білетін. Бір күні оған $100 ұсынып, ер жігіттің мойнында қыларқан шірімейді, реті келгенде қайтарарсың деді. Мартин досының пейіліне қуанып кетті. Расымен де қаржыдан тарығып жүрген. Ақшаны ала салып, ұсақ-түйек қарыздарын жапты. Пәтер ақысын алдағы 3 айға толығымен төлеп тастады. Алдағы мерекеге арнап Руф пен Гетрудқа сыйлық алып қойды. Марияның бала-шағасын ертіп базардан аяқ киім әперді. Қарындасы Мериенің ұзатылатын тойына деп жасау жасатты. Ол да бір неміс жігітке ұзатылғалы жатқан. Сосын көшедегі балаларды шұбыртып тәтті сататын дүкенге апарады. Осы кезде оны сыртынан Руф пен шешесі көрді. Руф оның қап-қара алба-жұлба балаларға тәтті үлестіріп жүргеніне намыстанып кетті. Шешесі де жұрттан ұялғандай жан-жағына қарай берді. Себебі Мартин мен Руфтың жұп болып жарасып жүргенін жұрттың бәрі білетін. Аристократтардың бірі болашақ күйеу баласының мына қылығын көріп қояма деп қатты ыңғайсызданды. Руф болса ішінен Мартин мына түрімен интеллигенцияның қатарына кіре алмайды деп түңілді. Кешке Мартин Руфтың үйіне барғанда қыз оны жерден алып жерге салды. Жігіт үндемей, амалсыз кешірім сұрап енді қайталамасқа уәде берді. Руфтың ашуланғанын бірінші рет көрді. Бір жағынан көшенің балаларына кәмпит әпергенде тұрған не бар? Қайта қайырлы іс емес пе? деп ойлады. Осы сәттен бастап Руф Мартиннің алдында идеал кейпін жоғалта бастады. Бір күні Артурлардың үйінде жиын болды. Жиында Мартин қалалық сот Блоундпен сөзге кеп қалды. Блоунд кертартпа, республикашыл адам еді. Ол кім күшті болса сол құрметті. Күшті адам ымыраға келмейді. Қарсы келгенді екі шайнап бір жұтады. Демократия, социализм деген қорқақтардың шығарған ертегісі деп кетті. Руфтың әкесі Морз да оны қолпаштай кетті. Мартин бастапқыда дау-дамайдан үнсіз құтылғысы келген. Бірақ олар қытығына тиіп жеке басына дейін шұқылап кетті. Бір кезде Блоунд, сен сияқты балақайларға, Спенсер сияқты оқымыстылар пайғамбар болуға жарай береді деп мысқылдады. Осы сәтте Мартин өзін ұстай алмады. Жүрегінің күзеті мен тілінің тиегі қатар ағытылды. Білесіз бе, сот мырза, мен осы сөзді алғаш рет парктегі надан жұмысшының аузынан естідім. Солармен деңгейлес екендігіңізге таң қалып тұрмын. Спенсердің есімін даттайтындар көп, бірақ олар соның сызып берген қоғамында өмір сүріп жатқанын білмейді-ау. Оның еңбегінің 10 бетін оқымай, пікір айтқыш адамды шәуілдеген итке ұқсатамын, деп үстелден тұрып кетті. Руф оған былай шығарып алып, ескерту жасап еді. Мартин ашуын жимаған күйі. Бұрын осы жұртты зор тұтып, өзімді қор санаушы едім. Университет бітірген, әдемі киінген, банкте есеп шоты бар кісіні интеллигент санаппын. Ақымақ басым осылармен сыйласып, ортасында өмір сүрсем деп армандаппын. Өңшең надандар. Мен енді бұл үйге келмеймін. Жиынның шырқын бұзбайын, ренжіме, деп жүре берді. Руф оны тоқтатпады. Ертесіне Руф хат жазып, арадағы сезімнің үзілгенін хабарлады. Сен ырду-дырду бейберекет өмірге үйреніп кеткенсің, ал мен ондайды қолдамаймын. Екеуміздің мінезіміз үйлеспейді, деп кінә тағыпты. Мартин дереу жауап жазып, асығыс шешім қабылдамауды өтінді. Бірақ қыздан екінші қайтара хабар болмады. Ол бірнеше рет үйіне іздеп барған,
бірақ қызметшілері кіргізбеді. Тек бір аптадан соң көшеде көріп қалды. Кіші ағасы Норманмен бірге жүр екен. Норман Мартинді қарындасына жолатпады. «Қыз, мені бақытсыз еттіңіз. Ел жұртқа масқара болдым. Қазір көшеге шығуға ұяламын. Арамыздағы сезімнің бәрі сөнді», деумен шектелді. Мартиннің ұнжырғасы түсіп, үйге оралды. Келе салып, «Кешіккендер» деген шығарманы жазуға отырды. Бір күні поштаға хат келді. Қараса досы Бриссендендің «Эфемерида» деген поэмасына Парфенон деген баспа $350 төлейтін болыпты. Бриссенден шығармасын Мартиннің поштасынан жіберген еді. Мартин қуанып кетті. Дереу Бриссенденден сүйінші сұрауға, әрі келісімін алуға асықты. Трамваймен Бриссенден жатқан қонақ үйге келді. 3-ші қабатқа көтерілді. Бөлмесіне кіріп еді, ешкім жоқ. Іші бос тұр. Төменге түсіп портеден Бриссенденді сұрады. Ол, «Сіз естімеген бе едіңіз?» Ол өзіне қол салып өлді. «Газеттердің бәрі жазды ғой», деді. Мартиннің басынан біреу шоқпармен ұрғандай болды. Кешіккендерді жазамын деп 5 күн пәтерден шықпай отырғанда досы өмірден өтіп кетіпті. Бірнеше күннен соң Бриссенденнің «Эфемеридасы» жарыққа шықты. Қоғамда үлкен сілкініс туғызды. Біреу мақтап, біреу сынап шуласып жатты. Енді бір журналдар оның өлеңдерін пародияға айналдырды. Мартин оған ренжіген жоқ, қайта қуанды. Досының осы сын мазақты көрмей кеткеніне қуанды. Бриссенден тобырды жек көруші еді. Бүгін сол тобыр оның поэмасын талап жатыр. Атақты шығарманы мазақ етіп, өздерінің де атын шығарғысы келеді. Діни шіркеулер оның уағызға қосып, «Эфемериданың 5 шумағын оқыған адам суға секіріп өледі» деп, оны оқудан тыйып та жатты. Мартин бәрінен түңілді. Поэма шыққан күннің ертесіне редакцияға барып $350 алды да Бриссенденнің мұрасын зерттеушілерге апарып берді. Әрі өзінің $100 қарыз екенін растайтын қағазды да тапсырды. Үйіне қайтып келе жатып, поштасын тексеріп еді, тағы да хат келіпті. Конвертті ашқанда ішінен $300 көрінді. Бұл жолы «Алтын ғасыр» журналы оның «Оқиға» деген шығармасына гонорар төлепті. $200 қарыздарын өтеуге жұмсады. Осылайша Мартиннің басына бақ құсы қонды. Әр редакциядан шығармаларына чектер түсіп отырды. Ол байып шыға келді. Банктен жеке есеп шотын ашып, ақшасын сонда салды. Бір кездері банкте есеп шоты бар кісіге қызыға қарап армандайтын. Енді сол арманға да қол жеткендей болды. $500 чегін алып, әпкесі Гетрудаға апарып берді. «Есіңде ме? Бірде трамвайға ақшам жетпей сенен $5 алып едім. 10 есе қылып қайтарам деп уәде бергем. Енді қарызымды қайтарайын», дегенде әпкесі бауыр еті езіліп жылады. Өмірінде мұндай көп ақша көрмеген. Ол қалш етіп, «Мынаны адал жолмен таптың ба?» деп сұрай берді. Мартин бәрін түсіндірді. «Үй шаруасынан шаршадың, қызметші жалдап тынық, денсаулығыңды түзе», деді. Әпкесі қуанғаннан сүйінші сұрауға күйеуіне жүгіріп кетті. Мартин бұрын өзі армандаған дәулетті жандардың қатарына кірді. Банкте есеп шот ашуды армандаса, оған да қолы жетті. Көзі ашық, сауатты жұрттың бәрі мұны танитын. Мұны көргенде қалпағын шешіп, бас изеп құрмет көрсететін, қолтаңба алатын. Енді бұл жұрттың арманына айналды. Үнемі қымбат кафеден тамақтанатын. Бұрынғыдай емес, редакцияларға қандай шығарма жіберсе де гонорарын 2 есе қылып төлейді. Бірақ осы нығметтің бәрі Мартинді тез жалықтырды. Ақша, атақ, құрмет бәрі келіп жатты. Қол жеткізбеген нәрсесі қалмады, бірақ өмірдің қызығы азая берді. Ол Маркиз аралдарына барып, өзіне қолайлы бір аралды сатып алғысы келді. Адам аяғы баспаған ну орманы бар арал $1000 тұрады екен. Қала тіршілігі жалықтырғаны сонша, Мартин аралда жалғыз өмір сүргісі келді. Өзіне жеке яхта сатып алуды армандады. Тағы да бірнеше шығармаларын баспаға беріп, көп қаржы жинаса, ол арманына да қол жеткізетін сияқты. Бір күні Шелмоунд саябағында бұрынғы Джимми досын, тағы да бірнеше таныс матростарды көрді. Олар Мартинді көріп қуанып кетті.
қастарына шақырып сыра алып берді. Мартин де оларды көріп көңіл күйі көтерілді. Өмірден жалығып жүргенде олар тосыннан рахат, қызық сыйлағандай көрінген. Бірақ олай болмай шықты. Сыраны ұрттап еді, бұрынғыдай дәмді көрінбеді. Әңгімесі де жараса қоймады. Оқыған мыңдаған кітабы достарымен екі ортаға үлкен қамал тұрғызғандай көрінді. Саябақтан Лиззиді де көріп қалды. Бір кезде Руфқа мәдениетті сөйлеуді білмейді деп оны кекеткен еді. Сол есіне түсіп қызарып кетті. Лиззи бұл жолы оған басқаша көрінді. Көңілінде тәкаппарлықтың табы жоқ, хас сұлудай сезілді. Аспандағы айға қол созбай осыған үйленсем де болар еді, деді өзіне. Сол жолы Лиззи екеуі ұзақ биледі. Көкмайса шөп үстінде отырып ұзақ сырласты. Мартин оған көмек көрсеткісі келді. Стенограф мамандығын оқуға ақша төлеп беремін, деп уәде етті. Қыздың да Мартинде көңілі бар еді. Тек Мартиннің өзі еді. Оны менсінбей элиталық ортадан жарыз деген. Бұл кезде Мартиннің атағы шарықтап жатты. Күн масқара болды деген бір кітабы Америка мен Канадада 65 000 тиражбен шығып, бүкіл рекордты күл талқан қылды. Англия мен Еуропа елдерінің баспа компаниялары хабарласып, кітапты өздерінде басуға авторлық келісімін сұрап жатты. Америкада сатылған кітаптан шотына $9,000 келіп түсті. Оның даңқы артқаны сонша жұрт өмірбаянымен танысқысы келді. Фотографтардың өзі Мартиннің суретін сатып байып кетті. Бір күні Мартин пәтерлес көршісі, қарны ашып қиналғанда талай рет сорпа, сүт берген Марияны қалаға ертіп шықты. Бір нотариус офисіне бас сұқты. Ең қызығы, бұлардың пәтерінің қожайыны да сол жерден табылды. Мария не үшін барғанын түсінбей қалды. Мартин: «Мария, енді пәтер ақысын төлемейсің. Бұл үй сенікі, саған сатып әпердім. Тек мына жерге қолыңды қойсаң болды», деді. Марияның жүрегі жарылып кетті. Осылайша Мартин Мария мен оның бала-шағасына баспана әперді. Банктен шот ашып берді. Тіпті Метрополден деген бір сүт фермасында сатып әперді. Мария үйді жалға берді де өзі фермаға жайғасты. Бұрынғы кір жуатын жұмысын тастады. Балалары мектепке берді. Ауыр жұмыстарды атқаратын екі қызметші алды. Бір күнде жағдайы жақсарып шыға келді. Бірде Мартин мейрамханадан шығып келе жатып, Артур Морждардың үйінде өзін келеке еткен сот Блоундты көрді. Ол Мартинді көре сала жылмыңдап шыға келді. Қос қолдау амандасып, оны қонаққа шақырды. Атағына құмартып шақырып тұрғанын бірден түсінді. Қызық үшін үйіне бара салды. Барса тағы бірнеше сот өкілдері отыр екен. Бәрі орнынан өре түрегеліп Мартинге құрмет көрсетті. Оның шығармаларын мақтай жөнелді. Тіпті Стингс деп аталатын клубтарына мұны құрметті мүше етіп қосқылары келді. Бірақ Мартин ол ұсынысты құптамады. Ішінен оларға кекесінмен күліп қана отырды. Мартиннің алдында әлем төңкерілгендей болды. Бұрын менсінбей кекеткен жұрт қазір алдында құрдай жорғалайды. Үйіне қонаққа шақырушы елде есеп жоқ. Кезінде аштан бұралып жатқанда мұның өмірде бар жоғын бірде-бір адам ескермеп еді. Тіпті кезінде өлеңдері мен шығармаларын баспаған редакциялар хат жазып кешірім сұрапты. Мүмкін болса қандай да болсын шығармаңызды сөзсіз басуға даярмыз, депті. Бір күні Мартин Метрополь мейрамханасынан шығып келе жатып, Руфтың әкесі мистер Моржды көрді. Оның да көзқарасы өзгерген. Құшақтай алып үйіне қонаққа шақырды. Мартин ішінен: «Зыр жүгіруін қарашы, көкейіңді тесіп бара жатқан менің атағым ба, әлде шотымдағы $100,000 ма?» деді. Сосын білдірмеген болып Руф пен оның шешесінің хал жағдайын сұрады да жүре берді. Әпкесі Гетруданың үйіне барды. Жездесі қарсы алды. Ол да елпектеп жүгіріп жүр. Дастархан басында тек Мартиннің қас қабағын аңдып отырды. «Бұрын әжетхананың суын көп ағыза бересің», деп Мартинді үйінен қуып шығып, «Дұрыс жұмыс таппайтын болсаң, қараңды батыр», деген еді. Мартинді жақтырмаған баяғы қылығына ұялып отырма, кім білсін. Мартин ұзақ уақыт үнсіз отырғасын ыңғайсызданып сөз бастады. Өзінің дүкені туралы, оның төбесіне жарнама тақтайшасын қалай жапсырғанын айта бастады. Сосын жайлап осы дүкенін кеңейткісі келетінін,
соған кішкене қаражат жетпей жатқанын жұқалап жеткізді. Мартин оның бір сөзін де тыңдаған жоқ. Кенет кілт бөліп: «Жезде, осы дүкеніңді тақтайшасымен қосқанда қаншаға бағалайсың?» деді. Жездесі сасып қалды. «Қазіргі нарықпен $4000 деді. «Жері ше, $3000 болады», деді жездесі. Мартин $7000 чегін жазып берді де: «Егер осыны өсіммен берсем, қанша пайызбен ала аласың?» деді. «6% ғана». Мартин қағазға сандарды қосып есептеді де: «6% деген айына $35. Мен сенен пайызын алмаймын. Осы $35-ға әпкеме қызметші жалдайсың. Бұдан бұлай үй шаруасын істемесін», деді Мартин. Жездесі жыпылық етіп қипақтап еді. Мартин: «Жарайды, онда чекті алмасаң қой, $35 айына өзім-ақ төлеп тұрамын», дей беріп еді. Жездесі қолына жармаса кетті. «Жә, дегенің болсын, солай етемін, уәдем сол», деді жездесі. Мартин чекті беріп, әпкесімен қоштасып, үйден шығып кетті. Жездесінің 200-лігіне деген жиіркеніш пайда болды. Жездесіне ғана емес, бұрын идеал санаған элитасымақтарға да жиіркеніші ұлғая берді. Бір күні оған Руф келді. Оны келеді деп күтпеген еді. Таң тамаша болды. Ол Мартинді құшақтап алды. Бір таңғаларлығы, сол сәтте Мартин ешқандай сезімді бастан кешпеді. Бұрын қызды құшақтаса, қолынан ұстаса, жүрегі лүпілдеп, қол-аяғы дірілдеп кетуші еді. Қазір ол сезімнің бәрі ізім-ғайым жоғалғандай. Ол Мартинге қайта оралғысы келетінін білдірді. Бірақ Мартиннің жүрегінде сезім емес, кекесін бар еді. «Мартин, анаң маған тұрмысқа шығуыңа қарсы еді ғой, енді келісіп отырма», деді. Руф күлімсіреп басын изеді. «Мартин, білесің бе, Руф, мен өзгерген жоқпын. Сол баяғы көшеде балаларға кәмпит үлестіретін, дөрекі сөйлейтін Мартинмін. Қайта қазір онан сайын бұзылған сияқтымын. Жұртты жарылқап ақша таратамын. Тіпті сыра ашып, шылымда шегетін болдым. Көрдің бе, бөлменің іші көк түтінге толып тұр», деді. Руф жауап берудің орнына алақанын Мартиннің ерініне тосты. Бірақ Мартин қолын сүйген жоқ. Сөзін жалғастырып: «Қарашы, тұрақты жұмысқа да тұрмадым. Ондай қызмет іздемеймін де. Бұрынғыша Спенсерді құмартып оқимын. Оны ұлы адам деп білемін. Ал судья Блоундты есектің миын жеген нағыз топас деп санаймын. Өткенде үйінде түскі аста болып, солай екеніне көзім жете түсті», деді. «Әкем сізді қонаққа шақырғанда неге келмедіңіз?» деді қыз. «Оны қайдан білесің?» Әкем айтты. «Шешеңнің айтуымен шақырған шығар. Мүмкін сен де қазір шешеңнің ақылымен келген шығарсың», деді Мартин. Руф жалынышты үнмен: «Мартин, неге мұншама қатал болып кеткенсің? Келгелі мені әлі бір ретте сүймедің. Мен өз аяғыммен келдім. Мұндай екенімді ешкім білмейді», деді Руф. «Бұрын тар лашықта тұрғанымда, қиналғанымда қайда болдың? Кәдімгі Мартин Иден кезінде қайда болдың? Жалпы қазір айналамда қонаққа шақырып толып жүрген жұрт сол кезде қайда кетті? Даңқым шыққаны болмаса, өзгерген жоқпын. Қол аяғым, 12 мүшем сол баяғы Мартин Иден қалпында. Әлде бәрі атағым мен ақшама қызыға ма? Мүмкін сен де сол есеппен келген шығарсың», деді Мартин. Руф шешесінің сөзіне еріп, оңбай қателескенін мойындады. Мартиннің дөрекі мінезін, тіпті темекі тартатын әдетін де ұнатуға уәде беріп: «Бәрін қайтадан бастайық», деді Руф. Мартин сонда: «Руф, білесің бе, мен өмірден тойдым. Қазір аурумын. Өмірден торығып, жалығатын дертке ұшырадым. Арман мақсатымнан жерініп, айналамда толған ләббайшылардан тойдым. Мағынасыз бақыттан шаршадым. Бақыт құсы бұлайша тез қонып, арман мақсаты сарқылған тұл жетімге айналам деп кім ойлаған? Тіпті саған деген құмарымда тарқаған. Сезім қайтадан жалғанбайды. Бәрі кеш», деді. Қыз үнсіз есіктен шығып кетті. Арада 5 минут өтпей қайта кіріп: «Қайтар жолды білмей тұрмын, шығарып салшы», деп өтінді. Мартин Руфты ілестіріп сыртқа шықты. Руф, мүмкін сезімі қайта оянар деп, Мартиннің қолынан ұстап көрді. Саусақтары мұздай еді. Мартин есіктен шыққанда анадайда тасада тығылған ұзын пальтолы бір еркекті көрді. Сұлбасы Норманға ұқсайды.
Қыз мені тағы да алдады. Жалғыз келдім деп еді, ағасымен келіпті. Норман мені қарындасына жолатпаушы еді. Енді сыртта неменеге мелшейіп күтіп тұр. Ай заман-ай, бұлайша құбыларыңды кім білген, деді ішінен. Жол бойы қыз да жігіт те жақ ашпады. Тек Руфтың үйіне жақындағанда ғана екеуі түк болмағандай жылы қоштасып кете берді. Мартин үйіне келе жатқанда қайыр сұраған кезбені кездестірді. Дауысы таныс, үңіліп еді, баяғы кірханада бірге істеген Джо боп шықты. Екеуі бірін-бірі көріп мәре-сәре болды. Джо да Мартин кеткен соң кірхананы тастап жұмыстан шығып кетіпті. Содан бері ел кезбеге айналған. Ертесіне Джо екеуі бірге тамақтанды. Мартин оған кірхана сатып әпергісі келетінін айтты. Сөйтті де кірхананың жай-жапсарын біліп кел деп жұмсады. Арада күн өткенде Джо да бір кірхананың білдей иесі боп шыға келді. Қуанышында шек жоқ. Мартин оған: шартым бар, жұмысқа жас баланы жекпейсің, жұмысшыларды жұмыс мерзімінен тыс жұмсамайсың, жалақысын уақытында бересің, деп шарт қойды. Джо келісті. Мартин жолға жиналып жатқан. Жоспар бойынша Таитиге соғады. Сол жерден шағын яхта сатып алып, Маркиз аралдарына бару керек. Жүретіннен бір күн бұрын газеттерде Мартин Иден Марипозамен саяхатқа шығады деген жаңалықтар жазылып жатты. Оның жүргелі жатқанын естіген әпкесі мен жездесі үйіне келді. Қарындасы Мариен мен Шмидт те келді. Лиззи мектептің есігінің алдында ат үсті ғана қоштасты. Күндіз жұмыста қолы тимейтін болған соң кешке Джо да соғып кетті. Кетерден бір күн бұрын дәрігерге қаралып, денсаулығын тексертті. Дәрігер толық тексеріп, ешқандай ақау таппады. Тіпті жүрегі мен өкпесі де тап-таза болып шықты. Лиззи дұрыс айтады. Менің ауруым тәнімде емес, жан жүрегімде болғаны ғой. Не де болса осы саяхатта соны емдеп жазуым керек, деп ойлады. Кеменің палубасына көтерілгенде өзін шығарып салуға жиналған жұрттың көп екенін көрді. Бәрі сүйікті жазушысын бір көріп қалуға келіпті. Мартин олармен қоштасты. Алыстан қимай қарап тұрған Лизziді де көрді. Ол мені де бірге ала кет деп тұрғандай. Мартин де оны қимай жанарымен ғана қоштасты. Кемеге мінгенде бұрынғы өміріне оралғандай болды. Матрос болған кезін есіне алды. Ол да бір бастан кешкен бақытты шақтың бірі екен-ау. Беу дариғай десеңші деп іштей күрсінді. Бірақ сол бақытына ұмтылайын десе де атағы мен даңқы қол байлау болып тұр. Оған бәрібір жұрт қатардағы матрос деп емес, мистер Мартин Иден деп қарайды. Сіз деп тіл қатады. Ол бірінші класты каютаға жайғасты. Тамақтанғанда капитанның оң жағындағы құрметті орынға жайғасады. Кемедегі басқа да жолаушылар оны алыстан бақылап қарап отыратын. Осының бәрі оған ұнамады. Ол кемедегі баяғы кездерін, ковригі мен көмір қазанын аңсады. Бұрын матрос боп жүргенде люктен басын шығарып, палубада жүрген жұртқа қызыға қарайтын. Соны бір жұмақтай көретін. Қазір сол жұмақтың төрінде өзі отыр. Бірақ жүрегі сол кездегі жұмақты сезбеді. Өзін ең бақытсыз адамдай сезінді. Түнде жатса көзі ілінбеді. Мамық жастық пен құс төсек бір кездегі рахаттанып ұйықтайтын құр тақтайға жетпеді. Неден қателестім, нені дұрыс істемедім деген ой жанын жегідей жеді. Тамағынан ас өтпеді. Жатса тұрса жанын өкініш сорғандай күй кешті. Көзін жұмса қою қараңғылық ішінде адасып кеткендей сезінді. Айналасынан жылт еткен жарық таппады. Бұрынғыдай кітап оқуға да көңілі соқпады. Алғаш рет Руф сыйлаған Суйнбергтің кітабын қолына алды. Есіне өткен шақ оралды. Сол кездер ең бақытты сәттер екен. Руфпен танысып, оның үйінен шыққан бетте армандары қолынан жетектеп алға сүйрей жөнелген еді. Кітап оқып аштан бұратылып жатқанда да армандары қанат бітіріп жанында болған. Руфке деген сезімі, оның қолынан алғаш ұстаған бақытты сәттері елестеді. Қазір қараса сол сезім мен армандарының бірі де қалмапты. Тек қараңғылық. Суйнбергтің кітабын ақтарып отырып. Үміт пенен армандар, бұлтқа сіңсе жоғалар. Өміріңде, еркіңде, өз қолыңда құбылар. Қайғы менен азапты, өлім менен жерлейміз. Бір жақсысы өмірге, екі қайтара келмейміз. Әр тараптан су ақса, бір арнаға жиылар. Асау толқын бәрі де, күні жетсе тыйылар. Алғыс айтам Тәңірге, деген өлең жолдарына көзі түсті.
Сүйінберг де өмірден қажыған екен ғой. Брисенден де өмірден қажыды. Сүйінберг қалай дәл айтқан. Үмітпенен армандар, бұлтқа сіңсе жоғалар. Өмірің де еркің де өз қолыңда құбылар. Иә, кінәлайтын ешкімім жоқ. Бәрін өзім жасадым. Мына қызықсыз өмірді де, қызықсыз махаббатты да өзім жасадым, деді Мартин.